Қол жетті міне аңсаған күнге, жазай бер жас оқ қазағым менің. Қазақстаным жасыл орманым, қуанышымды жасыра алмадым. Аңсаған бабам, аңсаған едім, бостандық еді асыл арманым. Елім менің аңсаған, ақ бұғаудан босаған, құтты болсын отан. Kanaldım sanmadan, bağladı kuşlarım, özünü armadan, elini oynayan, gözünü çiğnesin, sanacı sayılan, toyçanın gelişin, hisiye gitsin diye. Men sana sevmem, ömürde görsündim, özümün tanımam. Казахстан Республикаден президенты Нурсултан Абишевич Назарбаев айткандай, тілден артық қызына жоқ, тілден артық қасиет жоқ. Бүгін сіздердің алдарыңызда Мәскеу мемлекеттік лингвистикалық университетінің қабырғасында қазақ тілін өз ана тілінде сөйлеп оқып жүрген бір топ студент жастар қазақ тіліне деген ыстық ықыласын сөз өнері арқылы жеткізгелі тұр. Ал сөзіміздің басында өзімізбен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Будкова Алена сіздерге біздің топ туралы дайындаған презентациясын ұсынады. Сіздердің алдарыңызда 362-ші ағылшын қазақ тобы. Біздің орталығымыз 2003 жылда ашылған. Біздің тобымызда 9 студент бар. Біз қазақ тілі мен мәдениеті орталығында қазақ тілін бірге оқимыз. Сабақтарда біз Қазақстанның тарихымен, мәдениетімен және әдебиетімен танысамыз. Біз әртүрлі кітаптар оқимыз, кәсіптік шығармалар жазамыз, тамаша презентациялар жасаймыз және әрине қазақша сөйлейміз.